Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен Айзока. Бүгін мен сіздерге француз круассандарын дайындап көрсететін боламын. Жылы сүтіміз бен суымызды қосамыз. Оның үстіне дрож, қант және де тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып 10-15 минутқа жылы жерге қоямыз. Бір жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Оның үстіне сұйық майымызды қосып тағы да араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды теңдей қылып 10-12 бөлікке бөліп шығамыз. Енді осылай дөңгелектеп, кеуіп қалмау үшін бетін жауып қойып қоямыз. Бір-бірден алып, жұқа қылып жаямыз. Қалыңдығы шамамен 3 мм болуы керек. Қамырымызды жайып болған соң, әр қайсысының ортасына бөлме температурасында тұрған сары майымызды жұқалап жағып шығамыз. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында болуы керек. Сары майымызды ерітуге болмайды, өйткені қазір жайып атқан кезде кедергі жасайды. Жаюға ыңғайлы болу үшін үстін кішкене басамыз. Қамырымызды жұқа қылып жаямыз. Жайылған қамырымызды 3 бұрыш қылып кесеміз. Әр қайсысының ортасын осылай видеодағыдай қылып кесіп шығуымыз керек. Ораған кезде үлкен болып шығуы үшін. Мен круассанның жартысына варенье салып пісіремін, ал жартысына ештеңке салмай пісіретін боламын. Сіздер еш нәрсе салмасаңыздар да болады, өйткені қамырымыздың құрамында қант бар. Табаға орналастырған кезде араларын алшақ қылып орналастырыңыздар, өйткені ол қазір үлкейеді. Круассанның бетіне жұмыртқа жағуды ұмытпаңыздар. 180 градуста қызып тұрған пешімізге 30-40 минутқа жібереміз. Біздің круассандарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алғаш жасағаннан сәтті шығатын рецепт.
Круассанның құрамы және де менің инстаграм парақшам осы видеоның описаниясында болады. Сіздермен болған мен Айзока. Видеоңызға лайк басып, пікір қалдырып, менің арнама тіркеліп кетіңіздер.